Менің атам Кәлекеев Сидахмет Аманалы-ұлы. 1921 жылы 15 қаңтар күні дүниеге келген. 1941 жылы 10 маусым күні әскерге шақырылған. Соғыс басталғанда Белоруссияның Гомель қаласында болған. Кейін Мәскеу қаласын қорғауға қатысқан. Жылдың күзінен бастап 1946 жылдың шілдесіне дейін Кавказда әуе қорғаныс күштерінде әскери борышын өтеген. За оборону Москвы, за оборону Кавказа деген медальдарымен 2-ші дәрежелі отан соғыс орденімен марапатталған. 1990 жылы 20 қаңтарда дүниеден озды.